Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының хабарлауынша, темекі тромбоз қаупін арттырады. Темекіні тұтыну созылмалы аурулардың, соның ішінде обырдың, өкпе аурулары және жүрек қан тамырларының аурулары дамуының негізгі қауіп факторларының бірі болып табылады. Темекі жыл сайын 7 миллионға жуық өлімге әкеледі. Оның 6 миллионнан астамы тұтынушылар мен бұрынғы темекі тұтынушылардың арасында, ал 890 мыңнан астамы темекі түтінінің әсерінен темекі шекпейтін адамдардың арасында болады. Темекі шегу тәуелділікке әкеледі. Түтін мен никотиннің көміртегі тотығы жүрекке жүктемені арттырады. Бұл оның тезірек жұмыс істеуіне әкеледі. Олар сондай-ақ тромбылардың пайда болу қаупін арттырады. Шын мәнінде темекі шегу инфаркт, стенокардия қаупін 2 есе арттырады. Темекі шегетін адамдарда темекі шекпейтіндерге қарағанда жүректің ишемиялық ауруынан 2 есе өлім қаупі бар. Күніне 5 немесе одан аз сигарет тартатын темекі шегушілер жүрек қан тамырлары ауруларының алғашқы белгілері бар болуы мүмкін оларда. Жүрек қан тамырлары ауруларының алғашқы белгілері оларда болуы мүмкін. Темекі шегуден бас тартқаннан кейін 1 жыл өткен соң жүрек қан тамырлары ауруларының даму қаупі 2 есе азаяды. 15 жылдан кейін қауіп мүлдем темекі шекпеген сау адамдағыдай ғана болады.